Қайырлы күн достар, ата-аналар, балалар, қалайсыздар? Біздер ағылшын тілінің скульті бойынша 3-ші сабағына келдік. Ал бастаймыз сабағымызды тез-тез сіздерге көрсетіп өтейік. Бізге жаңа әріптер берілген. We have new letters and new sounds and new words too. Now, G, I, U, O, U, I, G. A dog, a pig, a gun, a cup. Окей, так. Сөздерді, әріптерді алдық. Айтып бір әріптерді қайтадан. G, I, U, O. Так, қазір жазамыз. Оны біздер дәптерге дайындап жазып қойдық әдемілеп. Міне. Бірінші сабақтың жазғанымыз, екінші сабақта жазғанымыз. Мынау үшінші сабақтікі. Ары қарай кеттік. Текст оқимыз. Бастаймын. A dog and a pig. A cup and a cap. A bat. A dog and a pig. A gun and a cup. A hat and a hen. A gun and A cup. a cup and a hat. One gun, one dog, And one. and one rat. Окей. Так, келесі әріптер мен дыбыстарды аламыз. Жаңа айттық, әріптердің өз дыбысы бар. Әр әріптің О әріпі О. I, мысалы pig дегенде pig демейміз, pig дейміз, G, G деп оқылады. Ж деп те оқылады, бірақ бұл жерде G деп оқылып тұр. Мысалы gun деген сөзде dog дегенде, U, A деп оқылады. Мысалы gun деген сөзде, T мен H, Th. Тілімізді екі тістің ортасынан өткізіп, Th дейміз. Екі И ұзақ И дыбысын береді дедік. Окей, осы дыбыстарды жаттаймыз. Ал енді жаңа сөздер. New words. 3. Үш. A dog. Eat. A pig. Шошқа. A cup. Кесе. A gun. Мылтық. One. Бір. Так, назови. Суреттегі заттарды атаймыз. A dog, a pig, a gun, a cup. Тексті оқыдық. Енді мұна тексті оқып аударамыз. A pig, a dog, a cup, A gun. a gun. Свинья, собака, чашка, ружье. A dog and a pig. Собака и свинья. A cat and a rat. Кошка и крыса. I see. Я вижу. A pig and a hen. Свинью И курицу. и курицу. A dog and a gun. Dog and a gun. Собаку и ружье. Собаку и ружье. A cat and a hat. Кота и шляпу. I see деген, я вижу деген сөз, I see, я вижу. Енді сен мына суретте не көріп тұрсың, соны айтып бере аласың ба? I see a hat.
I see a hat. I see a cat. I see dog and a gun. I see pig and a ham. Yes. A pig and a hen again. Так, жауып қойып аударамыз, иә? Какой сейчас вот так. Жоқ, оны білесің, лучше мына жақтан сразу болды. Осымен аяқтаймыз. Свинья, собака, чашка, ружье. A pig, a dog, a cup, a gun. Собака и свинья. A dog and a pig. Pig. Кошка и крыса. A cat and a rat. Я вижу. I see. Свинью. Свинью и курицу. A pig and a ham. Собака и Собаку и ружье. собаку и ружье. A dog and a gun. Кота и шляпа. Шляпу. Шляпу. A cat and then hat. Hat, окей. Так, сонымен достар, бізде сөздік қорымыз молайып келе жатыр, иә? Күн сайын жаңа әріптер, жаңа сөздер үйреніп жатырмыз. Енді одан бұрын ағылшын тілін үйреніп жүргендерге оңай, бірақ әрі қарай күрделене түседі. Мысалы, қараңыз, бұл кітап барлығы 43 сабақтан тұрады. Осылай жаймен басталады, әрі қарай уже сөйлемдер көбейеді, сөздер көбейеді, грамматика қосылады. Сөйлем құрылымын дұрыстап құрып үйренеміз. Содан кейін әрі қарай мағыналы тексттер кетеді да, уже бір әңгімелер, мысалы бір ой бар басынан соңына дейін. Қараңыз, жаңағы аударғанымыздың екі жағы қазақшасы, ағылшыншасы, орыс тілі жауып қойып аударатын тапсырмамыз өте көбейіп бара жатыр. Бұл оның сөйлеуін, баланың сөйлеуін дамытады. Содан кейін қызықты әңгімелер, мынандай ертегілер, әрі қарай өте үлкен тексттер кетеді. Сонда мысалы қараңыз, егер күн сайын оқытсақ, 43 күнде бітіре аламыз, иә? Бірақ ол мүмкін емес, өйткені әрі қарай көбейген сайын, мысалы, бір сабақ екіге бөліп оқуға тура келеді, сондықтан біздер оны 2-3 ай бойы оқитын боламыз. Оның плюсы неде? 2-3 айдың ішінде бала ағылшын тілін өте жақсы меңгереді, сөздік қорын молайтады, сөйлеп, ойланып та үйренеді. Мысалы, жаңағыдай біз орындаған тапсырма бар ғой, былай жауып қойып орындаған. Мысалы, вы знаете его семью? Do you know his family? Ол бірден орысшаны оқиды да, содан кейін уже аударуды ойлап тұрады, яғни ағылшынша ойлап үйренеді. Міне, өте күшті, маған ұнап тұр. Алла қаласа осылай үзбей жалғастырып, осы көктемге дейін осы кітапты бітіруіміз керек. Сіз де бізге қосылыңыздар.